Бала кездегі үйдің қытырлақ печеньесін аңсап кетіп, үйде пісіріп көрдім. Ол үшін 2 жұмыртқаға қант, шым-шым тұз салып, сұйық май құйып, араластырып аласыздар. Содан кейін ұнға қопсытқышты салып, араластырып, ұнымызды саламыз. Барлығын біріктіріп, қамыр илейміз. Құрамында май болғандықтан қамыр қолға жабыспайды. Иленген қамырды 3-ке бөліп, соның бір бөлігін сопақшалап колбаска жасаймыз. Оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз да, домалақтап құрт жасағандай тізіп шығамыз. Шанышқымен үстінен басып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутта пісіріп алдым. Маған аса тәтті болған ұнамайды, сол үшін қантын аз қостым. Егер тәттіні сүйетін жан болсаңыз, қантын көбейтіп қосыңыз. Печеньеміз қытырлақ, үгітіліп, дәмді шықты, ас болсын.